Çay sırasıp da жылай салады. Кетем. Айтатындар әңгіме. Осы күйеулеріне де татаңдар тұрып, бештен тұрып чай беруді білмейді. Қазір бәрі дамыған сайын. Мен кетем. Біз сияқты от жағып күл алып жүрген жоқ. Киір сау. Қойыңыз. Ашуыңызды басыңыз, бір ашуыңызды маған беріңіз. Абысынтай. Сәл бір айтсаң кетем де бермейді. Кетіп келмейді. Тәртіп біліп алған. Біздің уақытымызда көрелік сендерді. Сонда да әңгіме айтып. Келіп ал шай дайында. Шабан жоғары қарай сөйлеуге. Ары қарай песін намазыңды оқуың керек шай. Абысынтай. Апа ғой сөйлеп те ғой. Оны айтады. Оған ренжудің қажеті жоқ. Шүкір мына бес баланың анасымын. Сол кісінің еркегін көріп жүрміз ғой. Әр нәрсеге төзе білу керек. Кетемін деген жаман ырым. Қазақта ондай сөз айтпаған. Айтушы болма екінші кетемін деп. Апа болғаны үлкен кісі болғаны ұрсады. Ештеңе жоқ. Иә, біз де осы жағдайдан өткенбіз. Осы отбасынан қиын болып түскеніме 8 жыл болды. Қазірде 4 баланың анасы болып отырмын. Ондай нәрседен біз өткенбіз. Сен қоя ғой болды. Үйде кетемге салсаң, ертең сенің ұрпақтарың не болады? О керек, шыдамды бол. Ай, абысындары, келін шай бере ма, шай бермей ма? Жоқ, өзіміз қойып ішейік па шайды? Абысын ажыным менің. Қоя Ай, біз де ғой жас болды. болғанбыз. Мен 16-да келген, Құдайға шүкір өліп қалған жоқпын. 25-ке от жағып, ата-ана қарап, құдықтан су тартатын тұрғанбыз. Қоя ғой болды. Ашуыңды баса ғой. Ол кісінің айтып отырғаны өте дұрыс. Ол кісі саған жаман болсын демейді, жақсы болсын деп айтып отыр. Мына бір қазақта сөз бар ғой. Кетем деген жаман ырым. Сондықтан мен саған мына бір атамыздың қара өлеңін оқып берейін. Тыңдап көрші өзің.